Ойшыл ақын Ғұлама Шәкәрім Құдайбердіұлының 165 жылдық мерейтойына орай семейлік ақын Мерей Қарт бастап, ел тұлғалар Берік Уәли мен Аида Балаева қоштап, әулиеталықтар да жалғастырып жатқан челленджді Тараз қаласы әкімдігі жанындағы әйелдер істері және отбасы демографиялық саясат жөніндегі комиссия мүшесі Жанар Рымбекқызынан қабыл алдым. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше деп кеткен Шәкәрім қажының өлеңі «Адамдық борышың». Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мәнсаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қамы үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің. Ғұлама Шәкәрім өлеңдерін оқу челленджін Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының директоры Эльмира Әбдиноваға жолдаймын.